Бүгін тамыздың 10-ы, яғни Абай күні мерекесіне орай мектебімізде Абайдың құрметіне Абай тану кабинеті ашылды. Мұндай заманауи жабдықтармен жасалған Абай тану кабинеті еліміздің барлық өңірлерінде ашылса да көпті кетпейді. Өйткені өзін қазақ санаған адамның алдынан Абайдың шығары таусыз. Абай қазақтың айнасы, адамзаттың ақыл-ой арнасына өшпестей етіп өз үлесін қосқан алып тұлға. Сайлада сарылар қызықпен қара көңіл оянсын, шымасын көзден жас ақсын, омырауын оянсын. Қара басқан қаңғыған хаснадан нені қалсын, көкірегінде оты бар, құлағын ойдай ер салсын. Тыңдамаса еш адам өз жүрегін толғансын. Әр сөзіне қарасын, іштегі дертін қозғалсын, әуелесін, қалқысын, от жалын болып шалқысын. Жылай-жылай өлгенде аттарында сөз қалсын. Мендиғары кез болса, мойын салсын, ойлансын. Қабыл көрсе сөзімді кім таныса сол алсын. Не пайда бар мыңдаған, сырттан естіп таңғалсын. Одандағы бір есі ішкі сырман барсын. Өздерінде ойланды, неше түрлі жан барсын. Ғылым да жоқ, ми да жоқ, даладағы аңдарсың. Жүрегіңнен тыңдамай, құлағыңнен қармарсың. Соны көріп соларға қайын қарасаң барсың.